Армысыздар, қадірменді тыңдарман. Мен бұл үйге келін болып түскен 10 жыл ішінде қайнатамды, Сәлім ақсақалды өте қатал, сөзге сараң және тек шаруаның адамы деп білетінмін. Ол кісі 65-ке келсе де әлі таң бозынан тұрып бау-бақшамен немесе шеберханасындағы ағаш жонғанмен айналысатын. Біз онымен тек ассалаумағалейкум және шай ішіңіз деген шеңберде ғана тілдесетінбіз. Бірақ өткен аптада болған бір оқиға менің ол кісі туралы түсінігімді астан-кестен етті. Күйеуім жұмыспен іс-сапарға кеткен болатын, балалар ұйықтап қалған. Түн ортасы ауыл кетсе де ауладағы ескі шеберхананың терезесінен жарық жалт-жалт етіп тұрғанын байқадым. Атам ауырып қалды ма екен деген оймен үстіме жеңіл халат іле салып сыртқа шықтым. Есік сәл ашық екен. Ішке кірмей саңалаудан қарағанында көзіме түскен көріністі таң қалғанымнан орнымда қатып қалдым. 65 жастағы қатал байсалды атам қолына қалқамын ұстап үлкен кенептің алдында тұр екен. Бірақ бұл жай ғана сурет емес еді. Ол жерде біз бұрын-соңды көрмеген жарқыраған түстерден салынған әйелдің бейнесі көрінді. Атам менің сыртта тұрғанын сезгендей басын бұрмай-ақ «Келін, кіре бер, суық қой» деді қоңыр даусымен. Мен қысыла басып ішке кірдім. Шеберхана іші бояудың иісі мен ескі кітаптардың жұпары толы. Атам маған қарап жымиды. Мен оның бұлай езу тартқанын алғаш рет көруім. «Таң алып тұрсың ба?» деді ол. Қылқаламын шетке қойып. Мен жас кезімде Алматыдағы көркем сурет училищесінде оқығанмын. Суретші болғым келген. Бірақ соғыстан кейінгі жылдар ауылдағы қиыншылық, әке-шешемнің қалауымен зоотехник болып кеттім. Өмір бойы ішімдегі бұл өртті өшіріп келдім. Біз сол түні таң атқанша әңгімелестік. Ол маған өзінің 65 жылдық ғұмырындағы ең қымбат естеліктерін айтып берді. Қалайша жасырын түрде сурет салғанын, апам екеуінің алғашқы кездесуінде оған гүл емес, оның портретін сыйлағанын, өнер жолын таңдамаған үшін емес, сол өнерін балаларынан жасырып келген үшін өкінетінін айтты. Ол маған шеберхананың түкпіріндегі ескі сандықты ашты. Іші толы суреттер. Бірінде ауылдың аптап ыстығы, екіншісіне бесік тербеткен келіншек. Ол менің енем екен. Үшіншісіне біздің үйдің балалары ойнап жүр. Ол бәрін сыртымыздан бағалап, қағазға түсіріп жүріпті. Сол түннен кейін менің атаммен қарым-қатынасым мүлдем өзгерді. Мен енді оның қаталдығын артында үлкен сезімталдық, әрбір қозғалысты бақылап тұратын суретшінің қырағы көзі барын түсіндім. Ол кісі 65 жасында өзінің екінші өмірін бастағандай болды. Мен оған жаңа бояулар мен кенептер сатып алуға көмектестім. Ал ол маған өміріндегі ең басты сабақты үйретті. Ешқашан армандарыңды өлтірмеңдер, ол бәрібір бір күні жүрегіңді тырнайды. Енді біздің үйде ең сыйлы орын атамның шеберханасы, және ол жерде тек ағаш жонбайды, ол жерде адамның жаны мен арманы қайта тіріледі. Менің көзіме түскен сол бір түн біздің әулет үшін нағыз рухани жаңғырудың бастауы болды. Атамның шеберханасындағы сол түнгі әңгімеден кейін менің ұйқым қашты. Ол кісінің кенеп бетіне түсірген әрбір сызбасындағы үлкен сағыныш пен орындалмаған арманын табы жатты. Мен тәуекелге бел будым. Атамның 65 жас мерейтойына орай оған ерекше тосынсый жасауды ұйғардым. Күйеуім жұмыстан келгенде оған бәрін жайып салдым. Ол алғашына сенбеді. Әкем бе, сурет салама қойшы, ол кісі өмір бойы мал бағып ағаш жонған адам ғой, деді таңғалып. Бірақ мен оны жетектеп апарып шеберхананың түкпіріндегі сандықты көрсеткенде оның көзіне жас келді. Ол өз әкесін мүлдем танымай келгенін түсінді. Біз бір ай бойы құпия жасап істедік. Ауылдағы ескі мәдениет үйін біз бір залын жалға алдық. Атам шеберханада жонып қойған ағаштарды пайдаланып суреттерге әдемі жақтаулар жасаттық. Ауыл ақсақалдарын, атамның ескі достарын және қаладағы өнер мектебінің өкілдерін шақырдық. Атамды мәдениет үйіне мерейтойына орай шағын дастархан жайылды деп алдап алып келдік. Ол кісі костюм шалбар киіп, салмақты қалпында залға кірді. Бірақ есікті ашқанда ол кілт тоқтап қалды.
Зал іші толған суреттер. Оның жастық шағында салынған эскиздерден бастап, кеше ғана аяқтаған ауылдың алтын ақшамы атты үлкен туындысына дейін қабырғаларда ілініп тұр. Жұрт үнсіз, тек классикалық күй ойнап тұр. Атам әр суреттің жанынан өтіп бара жатып, өзінің өткен өмірін қайта көргендей болды. Ол бір суреттің алдында ұзақ тұрып келді. Ол менің енемнің жас кезіндегі бейнесі екен. Кенет атам бұрылып маған қарады. Оның көзіндегі жас мөлдіреп тұрды. Ол маған ештеңе айтпады, тек қолымды қатты қысты. Сол сәтте ризашылығы кез келген сөзден қымбат еді. Ауыл ақсақалдарының бірі: «Сәлім, біз сені ағаш шебері деп жүрсек, сен нағыз жанның шебері екенсің ғой», деп иығынан қақты. Сол күннен бастап атамның өмірі өзгерді. Ол енді жасырынбайды. Қазір ол ауылдағы мектеп оқушыларына бейнелеу өнерінің үйірмесін ашты. Көршілер енді оған тек арба жөндеп бер деп емес, немеренің суретін салып берші деп келетін болды. Ең бастысы атамның жүзіндегі сол бір нұр қаталдық кетіп, орнына ерекше бір нұр пайда болды. Мен сол түні шеберханаға кіріп, оның көзіме түскен сәтін мыңда бір шүкір айтамын. Өйткені кейде жақын адамның ішкі әлемін тану үшін жай ғана есті сәл жап, жүрекпен қарау жеткілікті екен.